Осындардың атақты fish and chips тамақтары. Қазір дәмін көрейін. Сәлем достар. Бүгін мінекей мен өзімнің уақытша тұрып жатқан гостиницамнан хостелден, яғни семьямен, отбасымен тұратын үйге қарай бара жатырмын. Батыс Лондон, Вест Лондон. Жалпы Лондон қаласы 5 үлкен бөлікке бөлінеді. Орталық, солтүстік, оңтүстік, батыс және шығыс. Оның ішіндегі ең бәрі білетін центрі, яғни орталық. Қалған жақтары айналасы Лондонның. Соның мен қазір батыс бөлігіндемін. Мінекей менің тұратын жеріме аз ғана жер қалды. Ол Лондонның көшелері. Білесіздер, Европада, жалпы Европаның кез келген елінде көшелер тығыз, тар. Үйлердің кейпі мынандай. Ол енді қаланың шет жағы. Орталықта әрине үлкен биік ғимараттар бар. Халық саны көп, жер аз, жер өте тар. Сондықтан Европада, Англияда жер көлемі кішкентай. Европаның елдерінің халық саны көп. Сондықтан Европада, Англияда жалпы жерді барынша мейлінше пайдаланады. Бос жер жоқ, тығыз. Парковканы байқасаңыздар, машиналар бір-біріне тигізіп қояды. Бүгін сенбі, Saturday, weekend, яғни бәрі демалып жатыр. Сондықтан да олар көше тола машина. Мына жерде мектептің белгісі тұр екен, school деп. Яғни алда мектеп бар деген сөз. Мына жерде Princess Frederica Primary School, яғни бастауыш мектеп бар екен. Мектептеріне қараңыздар қандай. Камера, забормен қоршалған. Ол мына жерде әртүрлі жазып кетті. Merci, gracias, danke, bedankt, thanks. Яғни let's talk about our kids and their teach дейді. Өте әдемі мектеп екен. Тыныш районда. Ана мектептің басқа жағынан көрінісі. Мынау менің көшем Herbert Gardens. Herbert Gardens 16-шы үй. Мына жерде құрылыс болып жатыр екен, жөндеу жұмыстары. Құрылыс болған кезде осылай қоршап аккуратты жасайды екен. Road closed, яғни жол жабық. Мінекей қазір енді мен 16-шы үйге қарай бара жатырмын. 16 Herbert Gardens.
мінекей 16 Herbert Gardens. Осы үйде тұратын боламын. Мынау біздің есіктің алды. Мына жақта да жөндеу жұмыстары жатыр. Крышасын жөндеп жатыр біреу. Жақындатып көрейік. Black Cabin. Лондон таксиі. Егер мына үстіндегі сары такси деген жанып тұрса, яғни бос деген сөз. Такси бос келе жатыр деген. Түнгі уақытта әсіресе білінеді. Көшіп тұрса, клиентпен келе жатыр деген білдіреді. Бірақ білесіздер, Еуропада таксимен жүру деген ол өте қиын мәселе, қымбат. Мінекей мен жайғасып алдым. Мынау менің алда тұратын бөлмем. Мына жерде орындық, столмен, жылытатын тумбочка, лампа, потолокта терезе, мынау кровать. Мына жақта душевая, туалет, пол жуатын, айна және вентилятор. Бұл жақта да төбеде терезе бар, жарық, таза. Мына орындық ұнады маған. Әдемі екен, теңселіп отырғанға. Тумба, киім ілгіш, айна, шифонер киім ілгенге, шкафтар. Және ең бастысы, ең әдемісі терезе. Терезеден әдемі көрініс. Орталық Лондонға қарай көрініс. Қарасаңыздар, мына жерден көрінеді. Биік ғимараттар орталық Лондонның. Және самолеттер постоянно ұшып жатқан. Мына жақта біреу кетіп бара жатыр. Мына жақта біреу кетіп бара жатыр. Мінекей осы жарық, жап-жарық, тап-таза. Үйдің бөлменің іші аппақ. Енді тек оқу керек, көбірек ағылшынша сөйлеу керек. Басқа жан-жақтан келген студенттермен араласу керек. Сол алға үлкен мақсаттар қойылған, үлкен іс, жоба бар. Тек жұмыс істеу керек. Келесі кездескенше.